Так, артық ойдан арылдыңыздар. Екінші тапсырма бұл адам өзіне комфорт жасау керек. Оның бәрі сіздердің энергияларыңызды құртады. Ана үйімді ертең жинауым керек еді, ана затымды ертең реттеуім керек еді, ана артық заттарымнан ертең құтылуым керек еді. Оның бәрі сіздердің артық энергияларыңызды жинайды. Мынау қағазға түспейді, ойларыңызда жүре береді ғой. Ол адамды іштей қысады да. Анаған, в общем, шатасыздардан не істеу керек еді, мен ертең не істеуім керек еді деп естеріңізге түсіре алмай, өздеріңізге өте қиын болады. Сондықтан онда керек емес нәрсені, жаңағы жоспарларыңыз болса, алдағы уақытта жоспар туралы өтеміз, қағазға міндетті түрде түсіру керек. Және де соны өртеп жатқан кезде ол ойша сол өртпен барлық ішкі өкпе реніштерім кетіп жатыр деп елестетіңіз. Бала кезден бастап есіңізде қалған барлық өкпе реніштеріңізді міндетті түрде жазып өртеп тастаңыздар. Екінші тапсырма бұл әрине өздеріңізге кірген кезде, отырған жерлеріңізге көңілдеріңіз толып отыру үшін айналаларыңызды реттеп, жинайтын нәрселеріңізді жинап тастаңыздар. Артық емес, керек емес заттардан арылып, тастайтын затты тастап, мусорға өртейтін өртеп тастаңыздар, және беретін заттарыңызды беріп тастаңыздар. Ол әрине киім болуы мүмкін, қолданбайтын басқа да, және де сынық, жаңағыда ескірген бір керек емес, жиналып тұрған, керек болып қалатын шығар деген заттар, посудалар болуы мүмкін. Соның барлығынан арылыңыздар. Бұл сіздерге өздеріңізге кәдімгідей жақсы көңіл күй сыйлайды. Себебі айналаңыз тап-таза, бәрі жап-жақсы, жыртық емес, бәрі сынық емес, бәрі жақсы заттар. Бұл да адамның көңіл күйіне өте әсерін тигізеді. Үшінші тапсырма, сіз жаңағы